Жақсы. Сонымен сабағымызды бастайық. Экран көрінді ма? Иә, қосылып жатыр. Құрметті студенттер, бүгін лекциямыздың тақырыбы қазақ тілінің фонетикасының зерттелуі, дыбыс туралы түсінік. Біз алдында семинар жұмысында осыны бастап жасай бастағанбыз, әлі сабақ кестесі жоқ кезде. Енді бірінші сұрағымыз қазақ тілі фонетикасының зерттелу тарихы, екінші фонетикалық зерттеуде қолданылатын әдістер, яғни ғылыми әдіс тәсілдер, үшінші дыбысты қарастырудың үш аспектісі, төртінші дыбыс әріп фонема. Енді жаңағы слайдымызға көшсек. Осы тақырыптарды бүгін бірінші лекцияда қарастырамыз. Қарастыру барысында айтатын бір нәрсе, ол Ниет қосып жібересіз ба? Бір студентті қосып жібересіз ба, апай? Қостым, Айза деген. Болды ма? 17-сіңдер ма? Менімен 17. Жоқ, тағы біреу бар. Тағы біреу. Кірмей Ақниет деген жазып жатыр еді. Кірмей жатыр. Кірдім. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Сонда бірінші қарастыратын мәселеміз, бұл жерде фонетиканың нысаны деген не? Кез келген ғылым, балалар, қазір біз қазіргі қазақ тілінің фонетика деген бір бөлек саласын қарастырайын деп отырмыз. Сол қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, ол қазір функционалды фонетика және оны оқыту деп сіздерге беріліп отыр. Бұл саланың, қазіргі қазақ тілі фонетика саласының зерттеу нысаны қандай еді деген кезде тіл дыбыстарының пайда болуы, олардың жіктелуі, бір-біріне әсері, буын, екпін, тілдің дыбыстық жағы мен жазудың арақатынасы, яғни орфография, орфоэпия. Міне, фонетиканың зерттейтін нысаны не деген кезде дәл осы слайдпен жауап бересіңдер. Енді зерттейтін нысаны дыбыстық тіл дегенді түсінесіңдер ма сендер? Адамзаттың әртүрлі жаңағы жағдайдағы құлағы әртүрлі жағдайдағы дыбыстарды естиді. Ал тіл дыбыстары дегеніміз бұл адамзаттың дыбыстық тілі, яғни адамнан шығатын келесі бір адаммен қарым-қатынас, қоғаммен қарым-қатынас жасау үшін пайдаланатын дүниесі, ол фонетиканың нысаны болып саналады. Енді фонетиканың жалпы қазақ тіл біліміндегі дыбыстық жүйе деген не деген кезде, фонетика соны зерттейтін сала. Тіл білімінің дыбыстық жүйесін қандай ғылым саласы қарастырады дегенде, фонетика саласы қарастырады деп айтамыз. Енді осы ғылым болғандықтан, бұл саланың өзіндік салалары бар. Қандай салалары бар? Сипаттамалы фонетика, тарихи фонетика, салыстырмалы фонетика, эксперименттік фонетика, фонология немесе функционалдық фонетика, физиологиялық фонетика. Енді осының ішіндегі бізге негіз болып қарастырып отырған, сіздерге қойып отырған сабағымыз, бұл фонология немесе функционалды фонетика. Енді сипаттамалы фонетика деген не? Сипаттамалы фонетика әдетте біз өзіміз белгілі бір сөзді, қазіргі замандағы бір сөзді дыбыстық жағынан талдап, немесе дыбыстық жағынан қарастырып жатсақ, оған фонемалық талдау жасап жатырсақ, және ол фонетиканы жаңағы осы қазіргі дыбысымызда мынандай дыбыстар қолданылады тілімізде деп сөйлеу тілімізге байланысты айтып жатсақ, онда ол сипаттамалы фонетика болады. Яғни қазіргі тілдегі ғылымымыз сипаттамалы фонетика деп аталады. Екінші бір фонетика бар, ол тарихи фонетика. Әрине, аман есен болып тұрсақ, сіздерде 3-ші курста, бітіруші курстарыңыздың жаңағы алдындағы семестр, 7-ші семестр ма, 6-шы, қалай айтады, 5-ші семестрде осы тарихи фонетикаға байланысты тарихи грамматика деген сабақ болады.
Ол не тарихи фонетика деген не нәрсе дегенде, ата бабамыз баяғыдан келе жатқан тілімізде әртүрлі жазу үлгілерін қолданды. Әсіресе тарихи фонетика деп біз мынау тілімізде қазіргі уақытқа дейін диалектіде де сақталған тіркесті дыбыстар бар, немесе дыбыс тіркестері бар. Мысалы, н-ч дыбыс тіркесі. Мынау кеген Нарынқол жақтың адамдары қойсаңч деп сөйлейді. Қойсаңч дегендегі н-ч деген екі жаңағы тіркес, дыбыстық тіркес, ол архоненесей жазба ескерткіштерінен бері келе жатқан тарихи элемент. Тарихи фонетика сол сияқты баяғыдан келе жатқан диахрондық тұрғыдан, баяғыдан келе жатқан дүниемен қазіргі тілімізде қандай оның үлгісі бар екенін салыстырып зерттейді. Яғни тарихи фонетиканы екінші бір жақтан, жаңа сипаттамалы фонетиканы әрі синхронды фонетика деп атау бар болса, тарихи фонетиканы диахронды фонетика деп те атайды. Енді салыстырмалы фонетика деген не? Салыстырмалы фонетика аты айтып тұрғандай, белгілі бір біреудің жаңа дыбыстық жүйесі, қазақ тілінің дыбыстық жүйесін басқа бір туысқан тілдермен салыстырған кезде салыстырмалы фонетика болады. Яғни, мысалы, өзбектің жол деген сөзін айтатын болсақ, олар қысқа имен айтады, йол деп. Сонда мынау ұйғырдың май дегенді олар яқ дейді, яғы. Сондағы иі, қысқа иі олардың біздің жыға сәйкес келеді. Себебі салыстырмалы фонетикамызда бұл нәрсе жаңағы дыбыстардың арасындағы осындай оғыз тобына тән, немесе мынау ұйғыр тілі, өзбек тілі дегендер, олар қарлық тобына жатады. Қарлық бірлестігінің балалары немесе кейінгі тілдері және қыпшақ тілдері екеуі салыстырған кезде салыстырмалы фонетика саласы туындайды. Яғни кез келген дүниені тек тарихи тұрғыдан емес, туысқандық генетикалық тұрғыдан да салыстыруға болады екен. Фонетикадағы буынды салыстырсаң да, екпінді салыстырсаң да, немесе жаңа сингармониялық біздің керемет заңдылығымызды салыстырсаңыз да, ол салыстырмалы фонетикада қарастырылады. Енді эксперименттік фонетика деген не нәрсе? Эксперименттік фонетика деген өзі аты айтып тұр, белгілі бір нәрсеге тәжірибе жасау. Кезінде біздер фонетиканы оқып жатқан кезімізде, бірінші курста осындай сіздер сияқты біздер анау тіл білімі институтына баратынбыз. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жаңағы тіл білімі институты бар, ғылым академиясының ішінде. Ол біздің өзіміздің ауданда орналасқан, Медеу ауданында. Сәл жоғары жүрсеңдер, біздің жаңағы Абайдың ескерткіші тұрған корпусымыздан сәл жоғары жүрсеңдер, сол жерде үлкен ғалымдар отыратын, жаңағы Қазақстанның ең зиялы қауымы отыратын ғылыми орда бар. Сол ғылыми орданың ғылым академиясының бір институты, тіл білімі институты Ахмет Байтұрсынұлы атындағы. Екінші бір керемет институты сіздерге керек мамандыққа, ол әдебиет және өнер институты. Әуезов атындағы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты да, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты да тіл мен әдебиетті сүйетін, жақсы көретін, өздерің сияқты бағалайтын адамдарға арналған, солардың ғылыми бір жолға түсуіне көмектесетін үлкен орда. Сол ғылыми академияның арғы бетінде, яғни Құрманғазы жағында екі институт қатар орналасқан. Ол жерге барсаңыз, сол жаңа біздің қазіргі ғылыми грамматикамызда оқитын авторларымыздың барлығында көресіз, кездестіресіз, тіпті сұхбаттас адамда бола аласыз. Енді эксперименттік фонетика дегенді мен бұл институттарды не үшін айтып отырмын? Себебі осы институттарда біз оқып жүрген кезімізде үлкен бір эксперименттік залдар болатын. Ол эксперименттік залда бір арнайы қуыршақ орналасқан еді. Ол қуыршақтың бас жағы қуыршаққа ұқсайды, бірақ аяқ жағы жаңағы мына компьютердің нәрселері сияқты, онда әртүрлі жаңағы клавишаның қазақшасын білмей қалдым ғой. Басатын мынандай перне тақталар бар. Перне тақта. Иә, сол перне тақтаны
пернетақтаны басу арқылы бір әнің өзінің түр-түрі, енің өзінің түр-түрі, әсіресе дауысты дыбыстарымыз қай жерде, қай өңірде қалай қолданылады, соның барлығы бар болатын. Сонда бір сөзді жазу үшін жаңағы әріптердің ішінен, дыбыстардың ішінен таңдайсың. Сол кезде анауының аузы ашылып, жаңағы дыбысты дыбыстайды, бір дыбыс береді. Сонда жаңағы бір сөзді жазу үшін біздер жаңағы 100 адам баратынбыз, сосын кезекке тұрамыз, кейіннен бір группа бірақ баратын болып 25 адам. 25 адам барамыз, сосын әр қайсысы бір сөзден жаңағы өзіне белгілеген бір сөзді береді мұғалім, соны жаңағы сөйлетеміз. Кімнің қуыршақтың дауысы дұрыс шықса, қазақ сияқты шықса, сол бесе алады. Сонда жаңағы сөйтіп эксперимент жасайтынбыз. Бірақ сол эксперименттердің нәтижесі көптеген жылдарға сол ғалымдарға көмектесті. Себебі сол уақытта жазылған нәрсе ар жағына жаңағы мына дыбыстарды айтқан кезде қазақтың дыбысына ұқсайды деп шығатын. Сондай экспериментті мен өз көзіммен көрдім. Бұл жаңағы сондай бір аппаратқа байланысты болатын. Жалпы эксперимент деген тәжірибе жасау. Олай болса, сол тәжірибе жасау барысында дыбыстық өзгерістердің, немесе бір дыбыстың екінші дыбысқа метатезалық құбылыс болып араласып кетуі, фонетикалық өзгерістер әртүрлі. Солардың барлығын осы эксперименттік фонетика қарастырады. Өйткені ол бірден тәжірибе жасап жіберсе, сол нәрсенің анық-қанығына жете қояды. Сол үшін бұл салада өте керек. Енді функционалдық фонетика немесе фонология деген бұл таза сөйлеу тілімізге арналған ғылым. Сөйлеу тіліміз дегенде функция деген сөздің өзін білеміз бе, балалар? Ол қызмет дегенді білдіреді. Мысалы, менің функциям не? Менің оқытушылық қызметім. Сол сияқты сіздің функцияңыз не? Ол білім алушы қызметі. Сол сияқты әрбір фонетиканың осындай бір саласы, ол фонология деп аталады. Ол фонология дегеннің өзі негізінде анау 19 ғасырда не болды мынау? Өшіп қалды ма? Өшіп қалды ма, не болды? Жоқ, бізге көрініп тұр. Көрініп тұр ба? Тек төменге қарай түсіресіз бе? Жоғары жағында тұр. Ау? Слайд, жоғары жағында тұр, төменге қарай түсіріледі ма? Қалай? Вот астына көрініп тұр негізі. Жоқ, басында тұр деп. болды. Көрініп тұрса болды. Енді мына үшіншісін айтқан жоқпыз. Функционалды фонетика деген сонымен дыбыстың өзіне ғана құрылса, ол енді жаңағы дыбыстың фонология деген, фонема деген нәрсені Бодуэн де Куртуне деген француздың ғалымы 19 ғасырда ашқан. Сөйтіп сол уақыттан бері фонология деген өмір сүреді европалықтарда. Әрине бізде фонология саласын сондай дамытқымыз келеді. Сондықтан біз әрбір адамның айтқан дыбысын қазақы фонологиямен сөйлеу деген сияқты тұрғыдан қарастыратын осындай саланы қойдық. Соңғы кезде шыққан саласы. Енді физиологиялық сала немесе артикуляторлы фонетика деп айтамыз. Өздеріңіз білесіздер, физиологиялық фонетика деген жаңағы тілдің артымен жасалама, алдымен жасалама, тіл ортасымен жасалама, немесе көмей дыбысыма деген сияқты тұрғыдан келген кезде әрбір дыбыстың шығу орнын, оның қандай сөйлеу мүшесі арқылы сыртқа шығатынын зерттейтін ғылымның саласы. Енді осылардың бір анықтамасын қарап алыңыздар. Тілдің өмір сүріп тұрған дәуірдегі дыбыстық жүйесін қарастырады. Тарихи фонетика тілдің дыбыстық жүйесін тарихи тұрғыдан қарастырып, олардың даму тарихын анықтайды. Салыстырмалы фонетика белгілі бір тілдің дыбыс құбылыстарын өзге тілдердің дыбыс жүйесімен салыстыра зерттейді. Эксперименттік фонетика белгілі бір тілдің дыбыстарын түрлі техникалық құралдар мен аспаптардың көмегімен зерттеп, тіл дыбыстары туралы нақтылы дәл тұжырымдар жасайды. Физиологиялық фонетика тілдегі дыбыстардың артикуляциялық, акустикалық қасиеттерін зерттейді. Бұл жерде артикуляцияны сіздер түсініп тұрсыздар.
артикуляция деген дыбыстың сөйлеу мүшесіндегі орны, яғни мұрын жолымен айтып тұрсыз ба, ауыз қуысымен қолданып тұрсыз ба, дыбысты айтар кезде қалай қолданып тұрсыз, соған байланысты. Ал акустикалық қасиет деген бұл физикалық жағдайы. Яғни дыбысты қолданған кезде оның тоны қандай, дыбыстың күші қандай, күші қаншалықты шығып тұр, немесе жаңағы оның дыбыстық жүйесі герці қаншалықты, естілетін қылып айтып тұр ма, естілмейтін қылып айтып тұр ма, дыбысты қалай айтып тұр деген тұрғыдан, яғни дыбыстың физикалық жағдайын қарастырса, ол акустикалық қасиетін зерттеді деген сөз. Ал физиологиялық немесе биологиялық немесе артикуляциялық жағын қарап десең, онда ол жаңа дыбыстау орнын, сөйлеу мүшелерін қарастырып жатыр деген сөз. Фонология немесе функционалды фонетика тілдегі дыбыс құбылыстарын фонетикалық тұрғыдан зерттейтін сала. Сонымен біз салаларын білдік. Енді осы саладан бөлек қандай еді ары қарай? Енді осы ғылыми салаларға байланысты әрқайсының әдіс тәсілдері бар. Ол әдіс тәсілдер қалай? Мысалы, қазіргі сипаттағы дыбыстарымызды, немесе қазіргі заманғы қолданылатын буындарымызды зерттейтін болсақ, сөздің құрамындағы, сол кезде біз сипаттамалық фонетиканың әсіресе байқау әдісі, сосын кейін жаңағы бұл жерде де арнайы талдау әдісі бар. Сипаттамалық фонетикада сонда екі түрлі әдіс қолданылады екен: талдау әдісі және байқау әдісі. Ал тарихи фонетикада ше? Тарихи фонетикада екі түрлі әдіс қолданылады. Тарихи фонетикадағы ғылыми әдістер, олар ең алдымен осы жаңағы дыбыстың анау архон кезеңінен келе жатыр ма, әлде шумер заманынан келе жатыр ма, біздің эрамыздағы 5 ғасыр, бұрынғы 5 ғасыр. Одан кейін біздің заманымыздағы 5-8 ғасырда келе жатыр ма? Бұл дыбыс қайдан келе жатыр, қай уақыттан бері қолданыста деген тұрғыдан жазба деректердің арқылы бұл дыбысты жаңағы қарастырады. Бұнда әрине тарихи салыстырмалы әдіс бар. Ол тарихи салыстырмалы әдістің ішіндегі ішкі реконструкция тәсілі бар. Яғни бір әдіс бір тәсілден тұрады. Тарихи салыстырмалы әдісті түсініп отырсыздар да, жазба тіліндегі көне түркі жазба ескерткіштерінің біреуінің ғана, ескерткіштің бірін ғана алады да, ол 2 жолдан тұра ма, 5 жолдан тұра ма, соның ішіндегі дыбыстарды зерттейді. Ал ішкі реконструкция тәсілі деген не дегенде, ішкі реконструкция тәсілі бұл дыбыстарды жаңағы, мысалы, ант деген сөз болатын болса, сол ант дегендегі ынты дыбысы анау жаңағы неден келе жатыр, архон енесей дәуірінен келе жатыр. Сол уақыттағы жаңағы жазбаларымызда да сақталған ынты деген дыбыстық тіркес деп тұрып дәлелдейді. Яғни реконструкцияға бөліп тастайды, аны бөлек бөліп тастайды, дауысты дыбыс деп, ынтыны бірге алып дыбыстық тіркес дейді, немесе ны деп бөлек алып, т деп бөлек алып, содан қант дегендегі немесе құнт дегендегі сөздердің барлығында сол архон енесей кезеңінен келе жатқан дыбыс тіркесі бар. Енді салыстырмалы фонетика дегенде қандай жаңағы әдістер қолданылады дегенде, салыстырмалы фонетика деп аталады дегенмен, бұл жерде егер жаңағы типологиясы, морфологиялық құрылымы бөлек тілдер араласатын болса, яғни мысалы біз өзіміз жалғамалы тіліміз ғой, қазақ тілі. Қазақ тілі жалғамалы тіл. Дүние жүзінде ол морфологиялық құрылымы жағынан түбір бірінші тұрады, содан кейін қосымшасы тұратын осындай бір қасиеті бар тіл. Сондықтан ол тілді басқа бір типологиялық жүйесі бар, мысалы қопармалы тілмен ба, полисинтетикалық тілмен ба зерттеген кезінде, ол тілдің жаңағы ол тілдің қасиеттері салыстырылған кезде
морфологиясы, мысалы, түбірі бірінші тұрмайды, бірінші артиклі тұрады, in the institute деген ағылшын тілімен зерттейтін болсақ, мысалы, сондай уақытта ол салыстырмалы фонетика емес, салғастырмалы фонетика деп аталып, оның әдісі салғастыру әдісі болып кетеді. Өйткені ол салғастырып жатыр басқа бір тілмен, басқа бір типологиялық жүйемен, герман тілдер тобына жататын неміс пен ағылшынды алып, немесе жаңағы солардың славян тобына жататын орыс пен беларусьті алып, қазақпен салыстыратын болса, оның барлығы салғастырмалы. Немесе енді бір алтай тобына жататын моңғолмен салыстырсаң ғана сен салыстырмалы әдіспен қолданып жатсың деген сөз. Ал қалған типологиясы бөлек тілдермен салыстырғанда ол салғастыру әдісі болады. Сонда бұл жерде екі түрлі мәселе бар екен. Біреуі туысқан бір генетикалық жүйедегі, бір типологиялық жүйедегі тілдермен салыстырылғанда салыстырмалы әдіс қолданылады, ал типологиясы бөлек, немесе генеалогиялық семьясы бөлек тілмен салыстырған кезде ол жаңағы салғастыру әдісі арқылы зерттеледі. Эксперименттік фонетикада бұл енді тікелей аспаптармен болғаннан кейін сол жерде тәжірибе нәтижесі барысында нәтиже дұрыс болмай жатқан жағдайда сәл өзгертіп әртүрлі тәсілдерді сол жаңағы аппараттың жағдайына қарай кнопканы басасың ба, тоғын қосасың ба деген сияқты, компьютердің жұмысы сияқты ғой. Сөйтіп сол жерде жаңа тікелей сол аппараттың дұрыс нәтиже беру үшін қолданатын барлық әдістер бар ол жерде. Ал енді фонология, функционалды фонетикада не бар деген кезде, фонологиялық әдіс деген не? Ол, мысалы, бір дыбыс, а деген дыбыс болатын болса, сол аның жуан сөздерде а болып қалай айтылады? Ал енді араптан енген кітап сияқты сөздерде кітап болып жазамыз ғой. Сондағы а қандай а деген сияқты белгілі бір кірме сөздердің немесе өзіміздің төл сөздердің құрамында аның орны, аның фонологиясы, қалай дыбысталуы. Мысалы, шай дегенді біз шай деп айтамыз дағыны шай деп жазамыз ғой. Ал неге олай? Өйткені ол графиканың белгілі бір орфографиялық принципті ұстанып, морфологиялық принципті, яғни түбір тұлғасын сақтап жазу деген. Соған байланысты жаңағы шай деп айтқанмен де шай деп жазып, жай деп айтқанмен де жай деп жазып жүрміз. Енді ол да өзгеретін шығар. Мен латынға көп жаңағы үміт артам, латын жазуына өткен кезімізде. Осындай әртүрлі тілімізге мүлде қатысы жоқ. Баланы шатастыруға, анау бірінші сыныптан келгеннен шатастыруға арналған ережелердің бәрі түп-тұқиянымен жоқ болады деп ойлаймын. Енді ол фонология үшін, функционалды фонетиканы дамыту үшін өте қажетін дүние. Физиологиялық фонетикада бұл жаңағы физикалық аспектілеріне байланысты дедік қой. Біздер деген жаңа үш аспектісін қарастырамыз. Осы әдістерден кейін бірден үш аспектісін қарастырамыз. Ол үш аспектіні бірден мен айта берейін. Ол үш аспектіні мен мына жерде слайдқа түсірдім бе екен? Түсірмеппін. Мына жерге бір слайдты бейтіп қойып қояйын, ұмытып кетпес үшін. Болашақта жасап қоямын. Ойбай, не болып кетті. Осында менің айтайын деп тұрғаным, мына жердегі неге істелмей тұр? Мынау демонстрацияда тұрғанда істелмейді екен ғой. Мен оны істеп отырмын деп мәзбін. Жарайды. Сонда менің айтайын деп тұрған үш аспектім жаңағы осы салалардың тұрғысынан келеді. Мысалы, жаңағы физиологиялық фонетикада немесе өзі дыбыстың орны болады, бір дыбыстың шығаратын орны, сөйлеу мүшесіндегі орны. Бұл физиологиялық аспекті немесе биологиялық аспекті деп аталады.
Дыбыстың үш аспектісі дегенде, осы биологиялық немесе физиологиялық аспекті деп айтсаңдар болады. Екінші, жаңа айттым, физикалық күшін, қуатын, сол дыбыстың құлаққа жетуін, естілуін, және дыбыс тонын, жаңағы тербелісін дыбыстың, кейбіреу ырды ыр деп айтып, біреу деген басқаша қолданады ғой біздің тілімізде. Кейбір ерекше қолданатын адамдарды айтып отырмын. Ғы деп қолданатын, барғым деп сөйлейтін. Сондай сияқты тұрғыдан қараған кезде физикалық қасиетін, биологиялық қасиетін және фонетикалық қасиетін алып, сол үш аспекті деп қарастырамыз. Үш аспектісі деген фонетикалық қасиетін әрі фонологиялық қасиеті деп айтуға да болады. Сонда фонетикалық фонологиялық қасиеті бір аспекті, екінші физикалық қасиеті, яғни дыбыстың тоны немесе күші, үшінші барып, оның жаңағы физиологиялық немесе биологиялық аспектісі деп айтамыз. Сонда дыбысты қарастырудың үш жолы бар екен, үш қыры бар екен. Ол үш қырын білмейінше сіз дыбысты қарастыра алмайсыз. Бұл ғылыми грамматикадағы немесе ғылыми фонетикадағы қолданылатын қырлары. Енді ары қарай әріп, дыбыс, фонема деген бір-бірінен қалай ажыратылады, не істейміз оны ажырату үшін деген сұрақтар көп болады біздің балалардан. Сондықтан сіздерде де сол сұрақ бар шығар деп ойлап, біз оның әрқайсысының нені білдіретінін жазып қойдым. Қараңыздар, әріп дыбысқа берілетін шартты таңба, әріпті жазамыз, көреміз. Бұны біз бірінші сыныпта да үйретті, сендерге. Әріпті жазамыз, көреміз дегенді. Дыбыс сөздердің мағыналары мен тұлғаларын ажырататын ең кіші бөлшек. Енді қараңдар, ең кіші бірлік не екен сонда? Таңба ма екен әлде бірлік ең кіші дыбыс әріп пе екен, дыбыс пе екен? Дыбыс. Дыбыс. Тілдің бүйтіп сұрақ қойылады, сендер 3 жыл бойы оқыған кездерінде ылғи сұрақ қойылады. Тілдің ең кіші бірлігі не деген кезде дыбыс дейсіңдер. Әріп деп тұрсаңдар, маған ұят келеді. Енді дыбысты ести аламыз, сосын айта аламыз, дыбысты қолдана аламыз. Енді сөйлеу тілімізде сонда негізгі объектіміз не екен? Сөйлеу тіліміздегі функциямыз. Дыбыс пен Әріп емес, дыбыс, ең негізгі нәрсе ол дыбыс. Енді ары қарай фонема деген не? Сөздер мен морфемаларды құрастырып, оларды бір-бірінен мағына және форма жағынан ажыратуға септігі бар тілдің ең кіші бөлшегі. Жаңағы ең кіші бірлігі еді, ал мынау тілдің ең кіші бөлшегі. Фонема туралы ілімнің алғаш негізін салған орыс және поляк зерттеушісі Бодуэн де Куртоне. Бұл енді француз өзі, француз зерттеушісі деп айтқаным, оның ұлты француз. Польшада тұрған, кейіннен Ресейге келген, сөйтіп 19 ғасырда өзінің осы фонема туралы еңбегін жазған. Фонема тілдің мағына ажыратқыш ең кіші бірлігі. Яғни мағына ажырату деген қай жерде тұр тағы? Дыбыста тұр, Фонеманың дыбысқа жақын болуы неде екен? Оның қызметінде. Яғни тілдің мағына ажыратқыш бөлшегі мен мағынасын білдіретін бірлігі. Осы екеуін көбінесе дыбыс деген не десе фонема ғой апай дейді балалар. Мен айтам, екеуінің айырмашылығы неде? Онда неменеге біз бәрін фонема деп, немесе дыбыс деп айтып жүре бермейміз, неменеге оны аузымызда ұртып тағы бір бөлек атауды айтып жүрміз деп. Сонда тілдің мағына ажыратып тұратын ең кіші бірлігі фонема деп аталса, ал сол мағынаны беріп тұратын, әрі ажыратып тұратын ең кіші бірлік тағы да ол дыбыс. Фонемалардың әр түрлі типі болады.
архифонема деп атасаң, онда сен баяғыдан келе жатқан жаңағы ант деген сөздегі антыны айтып тұрсың деген сөз. Мысалы, а деген қазіргі тілімізде бар, ал ынты деген дыбыс тіркесі архифонема деп айтасың. Ал қосымша тифтері аллофон деп аталады. Қосымша тиф деген не? Жаңа негізгі типі архифонема болатын болса, қосымша типі аллофон. Бірақ мысалы, бір септік жалғауын ба өткен кезде д-д-т-т-н-н дейсіңдер ғой. Сол кезде д-д дейсің да көп жаңағы жұлдызша қоя саласың. Или ларлерді айтайықшы. Ларлер, дардер, тартер деген 6 варианты бар емес па? Бір лардың, е? Лардың варианттары болып саналады ар жағы. Сонда қарасаңдар, сол лардың арт жағына лар деген ол жалғау болғандықтан алдына кішкене сызықша қоямыз. Ол сөз емес қой, өйткені бүтін жазатын. Сондықтан сызықша қойып жазамыз. Қосымша деген белгіні білдіретін. Лар, сызықша, лар дейсің дағыны, сосын жұлдызша қоясың. Жұлдызша қою деген сөз осылардың бір варианты әйтеуір. Мүмкін ол жаңағы якут басқа тілдерде кездесетін нар варианты ма, білмейміз деген сияқты. Сонда жаңа л, сосын деген д, т деген сияқты басталатынның бәрі аллофондары. Дыбыстық аллофондары. Лар дегендегі л, дар дегендегі д, л-ға аллофон болады. Соны көп жаңағы немен жұлдызшамен белгілеп қоя саламыз. Сонда аллофон деген көбінесе бір дыбыстың беретін дүниесінің келесі бір дыбыстармен жаңағы қосымша беру. Енді біз өткенде дауысты дыбыстар мынаны талдағанбыз, е? Дауысты дыбыстардың жіктелуін жалпы өздерің жақсы білетін шығарсыңдар, е? Тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай, еру мен езудің қатысына қарай деп дауысты дыбыстар үшке бөлінеді. Бұл дауысты дыбыстар қазір қазақ грамматикасында жасалған дауысты дыбыстардың, яғни вокализмдердің, ғылыми аты вокализм. Вокализмдердің несі, жаңағы классификациясы, несі жіктелуі. Енді келесі дауыссыз дыбыстардың жүйесі. Кешегі айтқан 25 дыбыс, бірақ уға байланысты 26 деп айтамыз тіпті. Осы жерде дауыссыз дыбыстардың түрлері қатаң, ұяң-қысаң деп. Қатаң, ұяң-қысаңы несі? Үнді мынау. Дұрыс емес жазылып кетті. Үнді. Мына жер дұрыс емес. Енді қараңыздар, осы жерде дұрыс бітті. Осымен бітті, менің айтайын деген дүниелерім. Енді сұрақ, рефлексия, кері байланыс жасайық. Мәне жоспарды көрсетіп қояйын, чтоб сіздер. Сонымен фонетиканың зерттелу тарихын өткенде сіздер айтқандықтан мен айтпай отырмын қазір. Ау? Сіздің слайдыңыз бізге көрініп тұрған жоқ, бізге тек қана Word қана ашылып тұр да. Қалай? Енді ше? Енді ештеңе көрініп тұрған жоқ, демонстрация кетіп қалды совсем. Енді көрініп ме? Қазір загрузка отыр. Болды. Осыған дейін көрінбеді ме не слайдтарым? Жоқ. Жоқ, көрінбеді. Күні бойы осы слайдпен жұмыс істеп отырмын ғой мен. Бізде Word көрініп тұр тек. Құдай ау, не дейді? Мен бұның бәрін айтып шықтым ғой, мына жерде қысаң деп келіпті, қате деп жаңағын айтып шықтым ғой. Жарайды, сонымен кері байланыс жасайық, балалар. Фонетиканың зерттелу тарихын білдік па? Әрімхан Жүнісбектің кітабын қарадық па? Иә, 4 кезеңді жаздық. Ненің кезеңдері ол? Фонетиканың зерттелуінің.
Қазақ тілі фонетикасының зерттеліп 19 тарихының ғасырдың төрт соңы, кезеңі я бар. 20-шы Кім айтады ғасырдың басы. жеке өзі? Кім айтады? Мұғалім айтсам бола ма? Болады. Жалпы фонетиканың зерттеу нысандары ол тіл дыбыстарының пайда болуы, олардың жасалуы, сондай-ақ тілдің дыбыстық құрылымы мен өзіндік ерекшеліктері зерттеледі. Сондай-ақ дыбыстардың өзара ішкешектелуі, үндесу заңы, дыбыстардың тіркесу ерекшеліктері, сөз ішіндегі дыбыстардың үндесуі, және де мысалға айтқан кезде қатар келген дыбыстардың бір-біріне әсер етуі, буын, екпін, орфография, орфоэпия және олардың арақатынасы, дұрыс сөйлеу, сауатты жазудың принциптері зерттеледі. Зерттеу нысаны болып табылады. Жақсы. Сендер силабус бәрін көрдіңдер ғой, ә? Иә. Жақсы. Зерттеу кезеңдерін біттік. Көрініп тұр ма экраным? Иә. Иә. Зерттеу кезеңдерін біттік. Енді қолданылатын әдіс тәсілдер немесе салалар. Не бар жаңа айттық, Не, ашып жаңағы қояйық. акустикалық әдіс. Салаларға байланысты, иә? Қандай әдіс? Сипаттамалы фонетика, Тарихи фонетика, салыстырмалы фонетика, эксперименттік фонетика, Иә, бұлар нелер? фонетика. Фонетика. Бұл фонетиканың салалары. Жақсы. Енді осы салаларда қолданылатын зерттеу әдістері бар. Әрқайсында зерттеу әдістері бар. Қандай дедік? Акустикалық әдіс дедік. Физиологиялық, соматикалық әдіс. Осы екі әдіс сияқты. Әлі тағы айтылды. Жаңағы Сипаттамалда қандай, тарихида қандай бәрі айтылды ғой. Соматикалық әдіс Мынау ол ашылып жаңағы кеткен бе? Мынау ашылып кетті ғой. Слайд тұр ма? сайт тұр, иә. Ал, Қатып қалды. не қатып қалды? Бір минут қалыпты балалар. Неше адамсыздар өздеріңіз группада? 17. 17. 17. Сол мен демонстрацияны ала салайын. Бәрі кіріп отыр, апай. Түгел отырмыз. Түгел отырсыңдар ма? Жақсы, қатысым осындай жақсы болу керек. Қатысымға да көп нәрсе байланысты екен білесіздер ғой. Бұдан кейін сіздер онлайн оқиын деп жатырсыздар ғой, естіңіздер ма? Иә, есті. Иә, кеше ғана. Осындай онлайн сабақтан мүлде қалушы болмаңдар, себебі барлығы тексеріледі, қаралады. Мұғалім, қай уақытқа дейін онлайн оқимыз? Онлайн бірінші семестр полный деді ғой.